Тірілей жерленуге әрбір адам қорқады десем қателеспеспін. Бұл сұмдық жағдайды киноларда әдейі жиі көрсетіп тұрады. Өкінішке орай, шынайы өмірде де осындай жағдайлар болған. 1937 жылы Франциядағы жас бала мопед айдап бара жатып үлкен жарға түйіскен болатын. Сол жас баланы дұрыстап қарамай ол өлді деп оны жерлеген болатын. Бала жол апатынан қайтыс болғаны үшін сақтандыру компаниясы оның отбасына 200 мың франк төлеуге міндетті болған. Сақтандыру компаниясының инспекторы жас бала жол апатынан қайтыс болғанына көзін жеткізуі үшін өлген баланы зерттеу мақсатында мәйітті қопарған болатын. Эксперт дәрігерлер оны зерттеу бастар алдында оның денесі жылы екенін байқаған, және де оның жүрегі әрең соғылып тұрған болатын. Оны тез арада ауруханаға жеткізген. Жас балаға бірнеше операция жасаған, және де бұл бала ұзақ уақыт бойы сауықтыру процесінен өткен. Ақырында ол толығымен жазылып кеткен болатын. 2014 жылы отбасылық жұбай көшеде келе жатқан 6 жастағы көрші қызды кездестірген. Сені көрші ауылға апарып тастау керегін, бізге сенің анаң айтты деп қызды алдап алып кеткен. Олар айдалада өтіп бара жатқанда белгісіз себептермен кішкентай қызды қыңғылдырып жерлеп тастаған. Бақытқа орай алыстағы дала жұмысшылары сергектілік білдіріп, жұбайы шөптер арасына қызбен кіргенін, және одан кейін шөптер арасынан қызсыз шыққанына мән берген. Содан соң дала жұмысшылары шөп арасына кіріп, қызды кішкентай құм төбе астынан алып шығып, тез арада ауруханаға жеткізген. Қыз өз есіне келген соң оны кім жерлегенін айтып берген. Польшалық Михелина Левандовская деген ханым күйеуімен ажырасқан болатын. Содан соң оның бұрынғы күйеуі өз досы мен әйелінен құтылу жоспарын құрған болатын. Олар Михелинаның үйіне келіп, оны шокерлық пистолетпен атып, жіппен байлап, картондық қорапқа салып, орманға алып кеткен. Орманда олар Михелинаны шоңқырға лақтырып, оны жер құммен сеуіп тастаған. Алайда Михелина жіпті оған бұрынғы күйеуі сыйлаған сақинамен кесіп, мәйттен әрең болса да шыққан болатын. Содан соң ол полицияға барып, оларды ұстауға талап еткен. Нәтижесінде оның бұрынғы күйеуін және оның досын сот 20 жылға түрмеге қамаған. Сю Фэнг Қытайдағы кішкентай ауылдағы кішкентай үйде жалғыз тұрған болатын. 2012 жылы ол биіктіктен құлап басын жарақаттаған. Оның санасыз жатқан денесін көршісі тапқан. Сю Фэнг өлді деп оның баласы және жанағы көршісі Сю Фэнгті табытқа жатқызып еске алу салтын бастаған. Алайда қытайлық салт дәстүр бойынша қайтқан адамның денесімен барлық туыс-тумалары қоштаспай оны жерлемейді. Сондықтан қайтқан адам табытта бірнеше күн бойы жатқан. Соңғы тумалары Сю Фэнгпен қоштасуға келгенде ол табытта жоқ екенін байқаған. Барлығы шу шығарып оны іздей бастаған. Нәтижесінде олар Сю Фэнгті ас үйде тамақ әзірлеп жатқан бойда тапқан. Сю Фэнг басын соғып жарақаттанғандықтан ол жасанды өлімге түскен. Содан кейін тіріліп кеткен екен. 1993 жылы 24 жастағы Сифо атты африкалық ер адам және оның әйелі ауыр жол апатына түскен болатын. Сифоның әйелі тірі қалып, ал Сифоның өзі жарақаттанғаны соншалықты, оны дәрігерлер өлді деп жариялаған. Сифоны өлікханаға жеткізіп, оны салқын металға қорапқа кіргізген. Ол 2 тәулік бойы сол металдық қорапта жатып, ақырында өз сана сезіміне келген. Қобалжып, тұйық ортада қамалып жатқанын түсініп, бірден айғалап тарсылдай бастаған. Бақытқа орай қасында өлікхананың дәрігерлері болған. Олар әрине шошынып, Сифоны алып шыққан. Алайда Сифо өз үйіне келген соң, шошынған әйелі оны зомби деп бөлмеде қамалып полиция шақырған болатын.